Балық қосылған осындай керемет дәмді палау жасап көргенсіз ба? Сәлем достар, бүгінгі видеода осы балық қосылған палаудың рецептімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бірінші балығымызды қуырамыз. Балық қуырылып жатқанда қасына бөлек қазанға майымызды құйып, пиязымызды қуырып, палауымызды жасай береміз. Мінекей, бірінші пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Ал ол қызарып қуырылып болғанда сәбізімізді салып, кәдімгі палау жасай береміз. Тек бұл жерде ет қоспаймыз. Еттің орнына біз балық қоямыз. Палау өте дәмді болып шығады. Ал балығымыз жұмсақ аузыңызда ериді. Мінекей, қуырып, қызартып, қуырып, әдемілеп суын құйып, бетіне тұзымызды, приправаларымызды саламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, жаңадан келген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Және лайк басып отырыңыздар. Балығымызды қызартып, әдемілеп қуырып болдық. Bir жағынан палауымыздың күрішін сала береміз. Үстіне суын құйып, сәл демдеп қоямыз. Сол бір кішкене қайнағаннан кейін үстіне балығымызды салып қоямыз. Менің каналымдағы басқа видеоларымды да көріңіздер. Сіздерге пайдасы тиіп қалар. Неге сәл суы тартылып, кішкене қайнады. Енді үстіне жаңа қуырған балықтарымыздың барлығын қатар-қатар сала береміз. Неге үстіне үйіп салдық барлығын. Сөйтіп қақпағын жауып, тағы да 15-20 минутқа қойып қоямыз. Неге менің балықтарым бәрі жұмсақ болып пісті. Жұмсақтығы сондай, сәл қаттыны қысқышпен қыссаңыз үзіліп кетеді. Жесеңіз аузыңызда ериді. Сондай керемет, өте дәмді болады. Ал міне палауымда пісті. Салып алып, бетіне балықтан қойып, әдемілейміз. Үйде жасап көріңіздер. Қалай шыққанын маған жазып отырыңыздар. Рецепт ұнаса, бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.